Сәлем, бүгінгі біздің тақырыбымыз сапалық және қатыстық сын есім. Сын есім мағынасына қарай сапалық сын есім және қатыстық сын есім болып екіге бөлінеді. Сапалық сын есім заттың түрі, түсін, сапасы мен сынын, көлемі мен аумағын білдіретін бір морфемалы сөздер. Ал қатыстық сын есім бір зат пен екінші заттың қатысын, байланысын білдіретін сын есімдер. Қатыстық сын есімнің жасалу жолы: Л, Л, Д, Д, Т, Т қосымшалары арқылы. Мысалы, күшті, қарлы, дәмді. Лық, лік, дық, дік, тық, тік қосымшалары арқылы. Мысалы, қалалық, орталық. Ғ, Г, Қ, К қосымшалары арқылы. Мысалы, жазғы, күзгі, кешкі. Сапалық сын есімге мысал: жақсы жаңалық, биік ғимарат, қызыл алма, тар бөлме. Қатыстық сын есімге мысал: өнерлі жігіт, тәртіпті оқушы, сусыз жер, мейірімді қыз. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау бол!